Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып Қазақстанның тұңғыш ғарышкері, первый космонавт Казахстана. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Айналу, кружиться, батыл, решительный, смелый. Марапат, награда, марапаттау, наградить. Бірінші тапсырма тілдік құрылымдармен таныс, өзіңде мысал келтір. Прочитай. Болуды армандадым, хотел стать. Әнші болуды армандадым, хотел стать певцом. Биші болуды армандадым, дәрігер болуды армандадым, хотел стать доктором. Жауап беретін едім, я бы ответил. Кеңес беретін едім, сыйлық беретін едім, әкеліп беретін едім. Оқып беретін едім, айтып беретін. Я бы сказал, я бы прочитал, я бы принес. Құстай сезіндім, өзімді жас баладай сезіндім, өзімді нағыз батырдай сезіндім. Я чувствовала себя как младенец. Я чувствовала себя как взрослый человек, кісідей, үлкен кісідей. Дай, дей используется как. Жақындай бастадым, сұрай бастадым, оқи начал, бастадым, начал. Начал читать, начал приближаться, начал разговаривать. Екінші тапсырма мәтінді түсініп оқы, прочитай текст. Мен аспаннан ең алғаш ұшақты көрген күннен бастап ұшқыш болуды армандадым. Менен сол кезде нені жақсы көресің деп біреу сұраса, ұшақты жақсы көремін деп жауап беретін едім. Аспан әлеміне қызықтым. С того дня, когда я впервые в небе увидел самолет, я хочу стать летчиком. Если тогда у меня спросили, что ты любишь, я бы сказал, люблю самолет. Я заинтересован небесным миром. Мен Ресей еліндегі Армавир жоғарғы әскери ұшақтар училищесін 1969 жылы бітірген соң арманыма жақындай бастадым. Алдымен ұшқыш, одан кейін звено командирі болып қызмет атқардым. 1975-1976 жылдары Мәскеудегі авиация институтында оқыдым. 1990 жылы мен ғарышқа ұшу туралы ұсыныс алдым. Сөйтіп 1991 жылы Юрий Гагарин атындағы ғарышкерлерді дайындайтын орталықта жаттығуды бастадым. Осы жылы 2 қазанда мен ғарышқа Байқоңырдан Союз ТМ-13 кемесімен ұштым. Мен осылай ғарышкер атандым. Ғарыш кемемен жер шарын айналып шығу ғылым үшін өте маңызды. Жас ұландарды ғарышкер болуға шақырамын. После того, как закончил Армавир Высшее училище военных летчиков России, я приблизился к своей мечте. Сначала летчиком, потом работал командиром звено. В 1975-76 году учился в авиационном институте в Москве. В 1990 году я получил приглашение на вылет в космос. В 1991 начал тренироваться в Центре по подготовке космонавтов имени Юрия Гагарина. В этом году, 2 октября, я полетел в космос с Байконура космическим кораблем «Союз ТМ-13». Так я стал космонавтом. Для исследований очень важно пролет вокруг Земли на космическом корабле. Молодых призываю стать космонавтом. Үшінші тапсырма, сұрақтарға мәтіннен жауап тауып айт. Ответь на вопросы из текста. Тоқтар ағаның ұшқыш болу арманы неден басталды? Ұшқыш болу арманы аспаннан ұшақты көру сәтінен басталды. Ғарышкердің есінде қалған ең тамаша сәті қай кез еді? Ғарышкердің есінде қалған ең тамаша сәті ол алғаш ғарышқа ұшқан кезі. Тоқтар Әубәкіровтің арманы қашан орындала бастады? 1990 жылы ғарышқа ұшуға ұсыныс алған кезден басталды. Ғарышкер ғарышқа қашан және қай жерден ұшты? Ғарышкер ғарышқа 1991 жылы Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшты. 4-ші тапсырма, көп нүктенің орнына керекті сөздердің бірін қойып оқы. Вставь пропущенные слова. Нужные слова – это батыл, марапаттау, марапат, айналу. Тоқтар Әубәкіровке елбасы өз қолынан марапат сыйлықтарын ұсынды. Оған Қазақстанның ғарышкер ұшқышы атағы берді.
Жаттығу кезінде ғарышкерге көп айналу керек. Бұл оны ғарыштағы салмақсыздыққа дайындайды. Жүргізуші ғарышкерлерді марапаттау үшін сахнаға шақырды. Өз арманыңа жеткің келсе, батыл бол дейді Тоқтар аға. Сен білесің бе? А ты знаешь? Тоқтар Әубәкіров 1988 жылы тұңғыш рет әуеде ұшаққа 2 рет жанармай құйдырып, ұшу сапарын тоқтатпай батыл әрекет етеді. 1989 жылы бірінші болып авиатасушы крейсердің алаңқайына МиГ-29К реактивті ұшағын қондырды. Сондай-ақ ол реактивті ұшақтың 50-ден аса жаңа түрін сынақтан өткізді. Оған осы батылдығы үшін 88 жылы Кеңес одағының батыры деген атақ берілді. 1995 жылы Қазақстан Республикасының халық қаһарманы атағын алды. Тоқтар Әубәкіров в 1988 году впервые 2 раза заправлял топливом в воздухе и благоприятно закончил полет. В 1989 году первым посадил в квадрат МиГ-29, протестировал 50 видов реактивных самолетов. За это ему в 1988 году дали Герой Советского Союза. В 1995 году получил Народный герой Казахстанской Республики. 5-ші тапсырма, сұрақтарға жауап бер. Батыл әрекет жасаған кезің болды ма? Были у тебя моменты, когда ты проявлял смелость? Ғарышкерлер жаттығу кезінде неліктен айналады? Ғарышкерлер салмақ тастау үшін айналады. Батыл, батыр, мәндес сөздер, слова-синонимы. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.